Саламатсыздар ма менің YouTube көрермендерім? 10 мен 19 қазан аралық қандай болмақ? 13 қазан дүйсенбі күні. Бұл күні біздің айымыз мына Сашайым белгісінде тұратын болады. Өте бір семья, отбасы, жаныма ең жақын адамдар, соны ойлану кезегіміз. Және бір денсаулығымызбен айналысуға жақсы. Үйімізді бір реттеу, сәндеу, әйтеуір бір семья, отбасы, сондай бір жылулық, жанымыз бір оқшаулықты да қалайтын кезеңіміз. Және осы күні таңнан бастап бүгін Марспенен мына біздің айымыздың әдемі аспектісі бар. Күш қайратымыз жеткілікті деген сөз. Бір істер жасаңыздар, өздеріңізге жатқыларыңыз келмейді бұндай аралықта. Әрі түскі 12-ге дейін бұл. Түскі 12-ден соң бірден жаңағы әдемі жаңағы бір келатқан көлігіміз бірден асқабаққа айналып кеткендей болады. Енді мына Марспенен күннің қарама-қайшы аспектісі бар. Сондықтан түске дейін жақсы уақыт деп айтуға болады. Және 14 қазан. Бұл күні айымыз біздің әлі де Шаян белгісінде тұрады. Мен үнемі түсіндіріп айтып отырамын. Мен жаңа белгілерді айтқан кезеңде бұл тек белгіге қатысты емес деп. Су белгісінде болады, өте сезімтал боламыз. Жанымыз бізді бір түсінетін адамдар, жылулықты қалайды. Барлық адамдар транзитті бұл себебі. 2,5 күн бойы себебі Шаяндар белгісінде тұрады. Жер бетінде бүкіл адамдар осындай халде боламыз. Су белгісінде сезімталдық көп. Бір түсіну адамдарды өте жоғары бізде. Әрі түстен соң айымыз орнынан ауыстырады осы 14 қазан күні. Сағат 3-терде. Бірден от белгісіне өтеді, бірден атмосфера өзгереді. Арыстан белгісіне өтеді. Бірден от белгілері әсіресе күшке ене бастайсыздар. Эголарыңыз бір мықты бола бастайды. Және сонымен қатар осы күні Венера біздің өзімізде жақсы сезіну ғаламшарымыз өзінің орнын ауыстырады. 2 ай бойы бұл уақытқа дейін жер белгісі, бикеш белгісінде біздің Венера тұрды. Сондықтан да бүкіл адамдар барлық нәрседе пайдамызды ойландық. Пайдалы ем, пайдалы жаттығу, немесе пайдалы құжат, пайдалы үйіміздің бір жөндеу жұмысы, ақша, тіпті махаббатта да бір пайда жағынан ойландық. Шынымен себебі неге? Біздің басымыздың логикамыздың ойлануы, суыққанды ойлануы жоғары болды. Жер белгісінде болды себебі Венера. Біздің жақсы көретін затымыз, біздің көңіл күйіміз бәрі жер белгісінде болды. Ал енді мына ауа белгісіне, Таразы белгісіне Венера өтеді. 1,5 ай бойы Таразы белгісінде тұрады. Бірден енді біздің атмосфера өзгереді. Осы 14-нен бастап. Оны көпшілігіңіз сезесіздер. Енді нағыз махаббат қарым-қатынастарына, кездесулерге, тұрмысқа шығуға, үйленулерге, әрі сонымен қатар бір сезіміңізді білдіруге, адамдар бірін-бірі еститін, бір құшақтауды қалайтын бір сондай кезең. Бұл тек махаббатта ғана емес. Венера себебі астрологияда біздің бүкіл көңіл күйімізге жауап береді. Бізге не ұнайды, бізге кім ұнайды, соған жауап береді. Ауа белгісіне өтеді, адамдармен общение, бірін-бірі ести алу, тыңдай алу қабілеті адамдардың жоғарылайды. Сұлулыққа деген ұмтылыс жоғарылайды. Сонымен қатар Таразы белгісі Венераның өзінің мықты орны, желеп жебеуші ғаламшары себебі Таразы. Осында орналасқан кезеңде бүкіл адамдар бір теңдік, әділдікті қалаймыз, сұлулыққа деген ұмтылыс болады, бір-бірімізді ести алу қабілеті мықты болады. Және сонымен қатар бірінші орынға енді не пайдасы бар деген емес, енді бірінші орынға осы адаммен қандай мен қарым-қатынасты құра аламын деген. Менің бір-бірімізбен қарым-қатынасымыз, жылулық қарым-қатынасымыз қалай деген. Сондай бүкіл адамдарда да қарым-қатынас бірінші орынға шығатын болады. Кез келген ата-ана қарым-қатынасы, қыз бен әкенің қарым-қатынасы, сүйген адамдар қарым-қатынасы, немесе жұмыс кәсіпте де солай. Адамдар бірін-бірі ести алады. Себебі ауа белгісіне контакты көбейеді. Жанымыз енді адамдармен кездесу, достармен кездесу, содан бір рахат ала бастаймыз. Және тура осы Венера Таразы белгісіне өте салып, бірден Ураменен аспекті құрды. Бұл не? Бірден бір тілегіміз орындалатын аспект. Немесе бірден күтпеген бір шок жаңалықтар болады. Немесе бірден күтпеген адамымыздан хабар келеді, SMS келеді, звонок келеді. Немесе күтпеген жерден қаражат, ақша келеді. Әйтеуір бір күтпеген, немесе бір жаңа технология сатып аламыз. Мүмкін жаңа білімдерді игереміз. Әйтеуір бір жаңашылдық келеді өмірімізге. Және сәтті жағынан.
Ал енді кейбір адамдарда бұл бір көріп ғашық болу, немесе бұрынғы бір адамдарыңызды көру, немесе солармен кездесу, бір көптен сатып ала алмай жүрген затыңыз өзінен өзі қолыңызға түсу, бір тілегіңіз орындалу, немесе бірден бір жаңағы шығып кету, бір әдемі бір қыдыруға, шетелге деген сияқты, немесе бірден бір ұсыныс келу, махаббат ұсынысы болуы мүмкін, мүмкін жұмыстан шақыру болуы мүмкін. Әйтеуір осындай сізге ұнайтын Венера мен Ураның әдемі аспектісі бар. Осы 14-ші қазан күні. Және сонымен қатар таңғы 10-ға дейін Ай мен Сатурнның әдемі аспектісі де бар. Бұл не? Бір нәрсеге күшімізді салсақ, сол жерде шыдамдылық танытсақ, сол жерден нәтиже көретін аспекті бұл. Немесе жасы үлкен адамдармен, абыройлы адамдармен жақсы тіл табыса алу, бізді естуі. Немесе бір мемлекеттік инстанцияларға бір құжаттар тапсырғанға жақсы. Осы таңғы 10:30-ға дейін созылады. Осы уақытты пайдаланып қалсаңыздар болады. Әсіресе таңда ерте тұратын адамдар. Үлкен жұмысты жасап тастауға болады. Осы аралықта үлгеруге болады. Әрі осы аптада түгелдей Плутон ғаламшары кері бұрылады. Бұл дегеніміз не? Біздің бір әрқайсымыздың ішімізде бір трансформация болатын болады. Бұны біз тіпті кешегі аптадан бастап сезінудеміз. Осы дүйсенбіден басталады, бұл да аптаның соңына дейін жалғасады. Тіпті келесі аптада да бар осы Плутон аспектісі. Бұл не? Бір қарым-қатынастарымызды ішімізде бір таразыға тарту, өзіміз миымызды бір сараптау. Ұнамайтын жұмыс, ұнамайтын қарым-қатынас, көршілер қарым-қатынас, коллективте, махаббат қарым-қатынасында әйтеуір бір құндылықтарымызды ішімізде қарау. Немесе бір қорқыныштарымызға қарсы тұру өзіміз. Себебі осы кезеңде біздің бір сараптауымыз өте жоғары болады. Үлкен бір трансформация болады ішімізде. Бір бас тартамыз, немесе өзімізді бір сыйлауды үйренеміз, немесе бір шекарамызды бір сызуды жөн көреміз. Неге осы адамдар үсті, неге бұлай, мүмкін мен өзім сондай бір қарым-қатынасқа жол беретін шығармын, мүмкін мен өзімді бір сыйламайтын шығармын дегендей бір өзімізге әйтеуір осы жерде бір ішімізде сондай трансформация болады. Ол көзге көрінбеуі де мүмкін. Немесе бір ұнамайтын жұмысымыздан, пайдап келмейтін бір ісімізді мүмкін жабуды жөн көруіміз мүмкін. Әрқайсымызда әртүрлі болады. Себебі Плутон әрқайсымыздың әртүрлі саламызда тұрады. Барлығына бірдей емес. Бірақ негізгі тақырыбы осы. Мүмкін бір ақша, мүмкін бір абырой, мүмкін бір махаббат, күмән, қызғаныш. Әйтеуір осындай тақырыптар да болады. Себебі осы біртіндеп бір ішімізде туындай береді, бір кульминациялық кезеңге жететін болады. Әсіресе келесі аптада 23-нен кейін. Сол кезеңде бір сыртқа шығарамыз осыны, айтамыз, жасаймыз, немесе бір шығып кетеміз, немесе өзіміз тоқтамға келеміз, сондай бір кезең болады. Немесе бір үлкен бір күш салып, қаражат, ақша, немесе бір сатып алу, сондай кезеңде болады. Немесе үлкен бір құштарлық махаббатымызды көрсетеміз. Әйтеуір бір соның бір сыртқа шығу, қазір ішімізде осы бір басталады. Енді ары қарай 15-ші қазан, сәрсенбі күні. Бұл күні біздің айымыз Арыстан белгісінде тұрады. Өте бір от белгісінде, 2,5 күн бойы Арыстан белгісінде тұрады. Эгомыз мықты, сый құрметті қалаймыз, жанымыз, барлық нәрсені жақсы, әдемісі мен үшін деген бір өзімізді бір патшадай сезінеміз. Жанымыз жомарт, біздің жаңа сөзімізді тыңдайтын, бізді сыйлайтын адамдар үшін өте жомартпыз. Қанатымыздың астына алғымыз келеді сол адамдар. Өзімізді бір әлемге көрсеткіміз келеді, жанымыз мерекені қалайды, әдемі бір жылтыраған заттарды қалаймыз. Сонымен қатар осы күні біздің күнімізде эго, біздің күн деген эго, біз әрқайсымыз. Осының бір Юпитер аспектісіменен тіктөртбұрыш жағымсыз аспектісі бар. Бірақ бұл жерде Юпитермен болып тұр. Юпитер ешқашан бір жаманшылықтар келмейді. Аяғы бәрібір сәтті аяқталады деген сөз. Бұл не? Бір үлкен күтілімдер жасауымыз мүмкін. Бірақ сол күтіліміміз орындалмай қалып, көңіліміз түсіп қалуы мүмкін. Немесе үлкен бір уәделер беріп, орындай алмай қалуымыз мүмкін. Немесе күтеді деген қаржы ақшамыз түспей қалуы мүмкін. Немесе кейбір орталарда, бір бауырлар ортасында, немесе туыстар, коллективтерде, мүмкін семья, отбасыда бір тілегіміз орындалмай қалуы, немесе бір келіспей қалушылықтар болуы, немесе өзіміздің бір шекарамызды сызуымыз, бір қарым-қатынастарымызды қарауымыз, бірден бір маңдайға жаңа тарс еткізіп айтқандай бір қарсылығымызды білдіруіміз мүмкін. Мүмкін бір чаттарда, мүмкін туыстар ортасында.
осы аспекті басталады. Осы 15-не бар бұл аспекті, 16-шы қазан бар, 17-ші қазан, 19-шы қазан, осы күнге дейін созылады. Күн менен Юпитердің тіктөртбұрыш аспектісі астрологияда. Бұл бір кішкене күш салып, кішкене бір келіспей қалушылық, кішкене бір стресс арқылы. Осы жерде бір мықты адамдар болуы мүмкін, ол мүмкін бір абыройлы адамдар болуы мүмкін, мүмкін бір үлкен адамдар болуы мүмкін, мүмкін бір әулет адамдары, әулетіміздің үлкендері болуы мүмкін, мүмкін жұмыста басшымыз болуы мүмкін. Бір осы жерде бір кішкене қарсылықтарды біз сезінеміз. Немесе бір көпшілікпен, бір чаттарда болуы мүмкін. Бірақ бәрібір соңы жақсы аяқталады бұның, себебі Юпитер ешқашан бір жаманшылықты алып келмейді. Сондықтан осы кезеңде 15-ші қазандан бастап байқаңыздар, бір адамдармен келіспей қалушылық басталып жатыр ма? Немесе бір сатып алам деген бір затыңызды айтып, үйіңіз, семьяңызда талқылау болуы мүмкін, оған бір қарсылық болуы мүмкін, бірақ бәрібір соған сатып аласыз, немесе бәрібір сол ойыңыз іске асатын болады. Немесе сіздің айтқаныңыз болатын болады, бәрібір жағымды аяқталады. Екі жақ татуласу болады, немесе түсіністікке келесіздер деген сөз. Бұны кез келген өздеріңіздің, себебі әр адамның астрологиялық картасы әртүрлі орналасқан. Сол жерде әртүрлі салаңызда болады. Бәріңізге бірдей емес, бірақ тақырыбы бір. Және 16-шы қазан, бейсенбі күні. Бұл күні әлі де біздің айымыз Арыстанда, от белгісінде, бәрімізде энергия көп, күш көп, сыртқы дүниені бір бағындыруға энергия бар. Жұлдыздай бір жарқырағымыз келеді, айтқымыз келеді, жасағымыз келеді, осындай. Әрі жанымыз жомарт. Бірақ осы кезеңде қарай аспектісі бар, осы 16-шы қазан күні. Бұл не? Әрқайсымыздың ішіміздегі әрқайсымызда бар бір. Ақ түсіміз бар, қара түсіміз бар. Соның бір шығатын кезеңі. Ол бір күмән болуы мүмкін, ішімізде болуы мүмкін, бір адамдармен қарым-қатынастарда. Осының бір шығатын кезеңі. Мүмкін күмәндар, қызғаныштар болуы мүмкін. Мүмкін кім күшті, кім мықты, кім сыйлы дегендей тақырыптарда болуы мүмкін. Әйтеуір әрқайсымыздың бір қарай аспекті, ішіміздегі бір қара түсіміздің бір белең беруі, немесе бір ойлар келуі. Оның үстіне жаңа айттым ғой, Юпитердің қарсылық аспектісі бар деп, осы 15-і, 16-сы, 17-сінде. Бұл соның бірі нәтижесінде туындауы да мүмкін. Осы созылады. Бірақ естеріңізде болсын, 16-шы қазан, бейсенбі күні ай өз бағытсыз болады. Бағыты жоқ айдың. Сондықтан бұл күні бір бастаған істер, немесе бір адамдармен келісімге келсеңіз, кейін орындалмай қалуы мүмкін, немесе ол өзгеріп кетуі мүмкін, уәделер жаңағы берілсе, олар жасалмай қалуы мүмкін. Осы да естеріңізде болсын. Және мына жаңа айттым ғой, мынау қарай аспектісі деп, кешкі осы 11-лер шамасында, сол уақытқа дейін аралықта болады. Және кешке айымыз өзінің орнын ауыстырады екен, Арыстан белгісінен Бикеш белгісіне өтеді. Және шатаспаңыздар, мен нені түсіндіріп отырамын. Айдың орны айтылған кезеңде бұл белгілерге қатысы жоқ. Бірақ біз сол белгілердің тақырыбына бүкіл адамдар енеміз, бір соның костюмін киіп алғандай боламыз. Енді бірден барлығымыз көңіл күйіміз өте жер белгісіне ауысаттаған 2,5 күн бойы Бикеш белгісінде тұрады. Жер белгілері, сіздер күшке енесіздер, және басқа да бүкіл белгілер. Біз енді бір тазалық, ұқыптылық, барлық нәрсені бір идеалды, бір керемет қылып тазалап істеу, немесе бір жауапкершілікті сезіну, ақша құжаттарымызды ретке келтіру, не пайдасы бар деп ойлану, денсаулығымызбен айналысу, өте сондай бір суыққанды күйге енеміз. От белгісінен бірден жер белгісіне өтеді. Ақша, пайда, құжаттар, тазалық, ретке келтіру, жөндеу жұмыстары, денсаулық, сонымен айналысатын күн. Осы кештен басталады, кешкі 11-ден. Және ай мен Уранның да қарама-қайшылық аспектісі бар. Осы күн кешкі 11-ден кейін. Сондықтан ұйықтап қалсаңыздар да жақсы. Себебі бұл бір ішімізде бір жаңағы бір электр желісіне тап болғандай бір қызбалық пайда болады осы кезеңде. Сондықтан жаңағы бір үйлеріңізде бір жаңағы дастархан ыдыс-аяқ сылдырламасын. Себебі Уран әйтеуір бір бұл кезеңде бір көліктерде абай болу керек, электр желілерінде абай болу керек, немесе адамдармен бір конфликті болуы мүмкін. Сондықтан осы кешкі 11-ден кейін ұйықтап қалсаңыздар, бұл аспектіні сезбейтін боласыздар.
Немесе кейде бұл бір тосын звоноктар да болуы мүмкін, ағайын туыстар тарапынан дегендей. Мүмкін бір сізді бір жаңағы бір таңғалдыратын бір оқиға болуы мүмкін, иә, бірден. Енді 17 қазан бұл күні, мына жұма күні әлі де мына Юпитердің қарама-қайшылық аспектісі түске дейін сақталады адамдармен қарым-қатынаста. Бір сізге бір айтқанын жасатқысы келетін адамдар болуы мүмкін, соған бір қарама-қайшылығыңыз болуы мүмкін. Немесе бір тілектеріңізді орындау үшін күш салуыңыз мүмкін. Және ай, жаңа айттым, 16-сына кешке бикеш белгісін өтеді деп. Міне 17-сі де бикеш белгісінде тұрады. Бір тазалық жұмыстарын жүргізгенге жақсы. Және мына болашақтың ғаламшары мен бұрынғының ғаламшары, міне осының аспектісі бар. Бұл не? Бұрынғы істермен айналысқыңыз келеді, және болашаққа қатысты бір іспен де айналысқыңыз келеді. Қай жаққа жүгіреріңізді білмей, сондай аспекті болуы да мүмкін. Немесе бір бұрынғы адамдар бір сізді кездесуге шақыруы мүмкін, немесе бір жаңа адамдар кездесуге шақыруы мүмкін. Әйтеуір бұрынғының ғаламшары мен болашақтың ғаламшарының аспектісі бар. Тура осы кезең. Осы 17 қазан күні. Бұрынғы бір адамдар болуы мүмкін, бұрынғы жұмыс орындары, бұрынғы махаббаттар болуы мүмкін. Немесе бұрынғы бір айналысып жатқан бір ісіңіз, құжаттар, тазалық жұмысы, жөндеу жұмысы, сонымен айналысуыңыз мүмкін. Бұрынғы бір денсаулығыңызбен айналысуыңыз мүмкін осы 17 қазан күні. Немесе бір жасы үлкен адамдармен кездесуіңіз мүмкін. Және сонымен қатар жас жеткіншектер, балалар, немесе бір жас адамдармен кездесуіңіз мүмкін. Себебі бұрынғының да болашақтың да ғаламшарының аспектісі бар осы күні. Немесе бір екі баратын жеріңіз болуы мүмкін. Қай жаққа барарыңызды білмей, бір шаршап қалуыңыз да мүмкін осы күні. Енді 18 қазан сенбі күні. Бұл күні кешкі 10-ға дейін өте жақсы аспект. Осы уақытты пайдалансаңыздар болады. 18 қазан сенбі күні. Осы күні көп іс тындыруға болады. Бір бұрынғы адамдар, бұрынғы оқиғалар, бұрынғы бір араласқан адамдарыңыз, бұрынғы әулет адамдар, жасы үлкен адамдар, мүмкін бір дастархан басында кездесесіздер, мүмкін бір той томалаққа дайындаласыздар, мүмкін бір бұрынғы махаббаттарыңызбен кездесесіздер. Әйтеуір бұрынғы адамдар. Немесе ата-анаңыз, бір жасы үлкен адамдар, соларды бір бұрынғы ауылыңызға баратын шығарсыздар. Әйтеуір осы аспекті сол жерде бірақ бір пайдалар жатыр дейді. Егер сіз көре алсаңыз дейді. Және бір ескі дүниелерді сатсаңыздар да пайдап келеді осы күндер. Немесе бір бұрынғы адамдарыңызбен хабарлассаңыздар, оңынан осы күн шешуге болады. Өйткені жағымды аспекті бұрынғының ғаламшарының Юпитер сәттілік аспектісімен бірігуі бар. Әйтеуір бір ескі бұрынғы арқылы. Ол кез келген салаларыңызда болуы мүмкін. Бұрынғы бір жасы үлкен адам болуы мүмкін, немесе бұрынғы жұмысыңыз болуы мүмкін, бұрынғы бір емделген жеріңіз болуы мүмкін, бұрынғы махаббатыңыз болуы мүмкін, немесе бұрынғы осы уақытқа дейін айналысып келген бір тіліңіз арқылы қаражат, ақша табуыңыз мүмкін. Әйтеуір осы жерде бір алтын балық секілді бір балық жасырынған, былайша айтқанда. Соны егер сіз ала алсаңыз, пайда көріңізге болады. Немесе бір пайдалы адамдармен бір байланыс құра алсаңыз болады. Бұл кешкі 10-ға дейін осы аспекті бар. Ал енді кешкі 10-нан соң айдың Сатурн мойынға жауапкершілік арту, шектеу ғаламшарыменен қарсылығы бар екен. Сондықтан осы аралықта енді бір жасы үлкен адамдар, немесе басшыларыңыз сол жерде қарама-қайшылық болуы мүмкін. Немесе семья отбасыда. Бір сізді түсінбейтін, сіздің бір көңіл күйіңізге бір әсер ететін кешкі 10-нан соң. Бір көз жасы болуы мүмкін. Немесе бір адамдармен келіспей қалушылық болуы мүмкін. Әйтеуір бір шектеуге ұшырайсыз дейді. Немесе төлейтін ақшаларыңыз қарызын сұрауы мүмкін. Немесе махаббат жетіспеушілігі болуы мүмкін. Немесе бір денсаулығыңыздың сыры беруі мүмкін. Әйтеуір бір шектеуге ұшырау. Немесе бір жауапкершілікті мойныңызға арту кезеңіңіз болады. Немесе бір шаршауыңыз мүмкін. Ал енді кей кезеңде бұл бір ақша жинау, немесе бір ауырып жатқан адамдарға көмек, бір қайырымдылық, сондай аспекті де болуы мүмкін. Көбінде ай мен Сатурнның қарама-қайшылығы бір жаныңыз мүмкін бір депрессияны сезіну мүмкін. Жаныңыз бір тоқырауға ұшырағандай, немесе көңіл күйіңіз болмағандай, бұл аралықта кешкі 10-нан соң негізі демалып ұйықтап қалсаңыздар болады. Көрпелеріңіз жамылып, сонда бұл аспектіні сезінбейсіздер. Себебі бұл адамның бір жалғыздық сезіну аспектісі. Және бұл жерде ешкім көмек бермейді сізге.
өзіңізге өзіңіз ғана көмек бересіз. Себебі Сатурн ол сізді бір шыдамдылыққа үйрету аспектісі, бір еститу аспектісі. Енді 14 қазан жексенбі, аптаның соңына да жақындадық. Міне осы күні біздің айымыз өзінің орнын ауыстырып, таразы белгісіне, ауа белгісіне, общение, контакты, сұлулық, әділдік, теңдік, міне осы тақырыпқа енеді. Енді бүкіл адамдар, жер бетіндегі адамдар таразы секілді костюм киеміз. 2,5 күн бойы. Жанымыз енді бір құшақтауды қалайды. Махаббатымызды білдіруіміз керек, құшақтауымыз керек, әдемі сөз айтуымыз керек. Адамдар бірін-бірі ести алатын халде. Бүкіл адамдар келісімге келуге болады. Ешкімнің көңілін қалдырмайды бұл күні. Және Уранның да әдемі аспектісі бар. Әсіресе таңғы 10:30-ға дейінгі аралықта, егер бір реклама, сауда, немесе бір сондай бір халықтың алдына шығатын, сондай жұмыспен айналысатын болсаңыздар, Плутонның әдемі аспектісі тұр. Сол жерден бір атақ келеді, немесе бір ақша пайда келеді, егер бір реклама бір салатын болсаңыздар, немесе өзіңіз бір көрсететін болсаңыздар, немесе бір аккаунттарыңызға осы күні бір блогтар салатын болсаңыздар. Және сонымен қатар күтпеген жерден де бір тосын сыйлар болуы мүмкін, звоноктар болуы мүмкін, немесе бір марқайып көңіліңіз көтерілуі мүмкін осы күні. Немесе бір сұлулық салонына барып, шаш үлгіңізді жөндетуіңіз мүмкін, немесе бір әдемі заттар сатып алуыңыз мүмкін, әдемі бір той-томалаққа баруыңыз мүмкін, осындай аспекті бұл. Және ай таразыға өтті, ертең 21-інде келесі апталық салатын болып, 21 қазанда жаңа ай туылады. Алдымызға бір ай таразы белгісінде жаңа айдың туылуы адамдармен қарым-қатынас бірінші орынға шығатынын көрсетеді. Махаббат қарым-қатынасы, туыстар қарым-қатынасы, жұмыста коллективте, көршілер, достар, әйтеуір қарым-қатынас. Оның екі жағы болуы мүмкін, жақсы да, нашар да. Сол жерде жаңа ай туылады бізге. Әрі мына 23-інде Марспенен мына біздің Меркурийге сөйлеу, жазу, сызу, интеллекті, есептеу, осыған жауап беретін Меркурийдің күш қайрат, жігер, табандылық, күштілік, агрессия, құштарлық, қызбалық, ғаламшар Марспенен бірігуі болады Меркурийдің. Біздің ойымыз, тіліміз, міне осы жерде бір күштілікке ие болады. Өздеріңіз де байқап жатқан шығарсыздар. Қазір Меркурий мына Саршайым белгісінде тұр. Бұл да барлығымызға қатысты тақырып. Транзит өйткені. Сондықтан біздің әрбір айтқан сөзіміз мірдің оғындай бір әсер ететін болады адамдарға. Өйткені тура нүктесіне қадап айтамыз. Сондықтан өзгелердің бір көңілін қалдыруды абай болыңыздар. Әрі үлкен бір сол арқылы бір тазару. Себебі Саршайым белгісінде Меркурий тұр қазір. Саршайым белгісінде қазір Марс тұр. Бір үлкен ауырлықтарды көтере аламыз. Қиын жерлерден де шығып кете аламыз. Осындай халдеміз. Әрі бізге не дейді? Осы апта, келесі апта, тіпті келесі ай, осы 2 ай бойы өте бір жаңағы қорықпайтын, табанды, жігерлі, бір сындыратындай жағдайларда сол жерде өз-өзіңізді ұстап қалмаңыздар. Айтатыныңызды айтыңыздар, шығаратыныңызды шығарыңыздар, жасайтыныңызды жасаңыздар, сонда ғана нәтижеге жетесіздер. Әрі сонымен қатар бұл бір іскерлік қарым-қатынасқа болсын. Ақша табуда, пайда табуда, клиенттерде, немесе көптен өзіңіз бір жерлерде өзіңізді жіберіп қойған. Осы уақытқа дейін ол бір күнде туындамаған ғой. Бір жерлерде өзіңізді шекараңызды салмаған, бір жерлерде өзіңізді бір айтатын жерде тоқтап қалған, сөйтіп сізді бір басынған адамдар болса, бір құрдан құр сіз ұрыс шығаратын емес, шынымен де сізді бір басынған адамдар бар болса, солармен шекараны сызуға керемет уақыт. Өзіңіз соны бір өзіңіздің өміріңізден жоғары қарап тұрып, соны өзіңізге мойындайтын уақытыңыз, және соған қарсылық білдіріп, осыдан ары қарай енді басқаша құруға күш бітетін уақыт. Осыны пайдаланыңыздар. Және осы апта, келесі аптада қай жерде сіз бір күштілік, мықтылық танытқыңыз келді, немесе қай жерде агрессия бір соны көрсеткіңіз келді, айтқыңыз келді, жасағыңыз келді, сол жерде тоқтап қалмаңыздар. Себебі сол жерде өсу бар. Бір бидай тасталады, осы жерде бір дән тасталынады, осы болашақта өсетін болады, жемісін береді. Ал егер ешқандай бір қимыл жасағыңыз келмеген болса, онда ол жерде өзгеріс болмайды деген сөз. Сондықтан еш нәрсені қолдан жасаудың қажеті жоқ, бірақ сондай бір кезеңдер туындаса осы аптада, соған қараңыздар. Сол жерде сізде ертең әлі 9 жылға өсу болады. Және
неге себебі осы жерде күштілік, жігерлік ғаламшары Марсты біздің бір мықтылығымыз арқылы, рухымыздың мықтылығы арқылы, немесе шынайы бір физикалық жағынан бір күштілігіміз арқылы бері қаратып алуымызға болады бір істі. Өзіміздің жағымызға қарай. Ақшада да, махаббатта да, құштарлықта да, немесе адамдармен ортамыздағы қарым-қатынаста да кім күшті, кім мықты дегендей. Неге? Себебі ертең осы 23 қазаннан бастап күн Сашаян белгісіне өтеді. Меркурий Сашаян белгісінде онсыз да тұр. Марс онсыз да тұр қазір, бір айдан бері Сашаян белгісінде. Қара ай аспектісі ішіміздегі бір қара тұстарымыздың да бір шығатын уақыты. Қара ай аспектісі де Сашаянда болады. Бір жаңағы бір өте өзіміздің бір ішімізге, өмірімізге қарайтын уақытымыз. Сондықтан адамдармен көп бір сезімталдық, бір осы 2025 жылға арналған мен мына астроболжамда айтқан болатын, осы уақытқа тоқталған болатын. Ең осы жылдың соңы, октябрь-ноябрь аралығы бір көп адамның сіздің өміріңізде бір бағытыңызды өзгертетін уақытыңыз болады. Көп бір маскалар шешілетін, көп бір айта алмаған нәрсеңізді айтатын, жасайтын, бір жыландардың ордасы секілді, ол бір ішкі өзіңіздің қорқыныштарыңыздың ішінен өтетін уақытыңыз. Сондықтан да көп адамдармен бір байланыстарды сол жерлерде бір тоқтам шешімдерге келесіз, кесесіз, аяқтаулар болады, немесе ұнамайтын жұмыстардан шығасыз. Оның үстіне кеше ғана күн мен ай тұтылуы өтті, соның бір нәтижелері келетін уақыт. Сау болыңыздар, керемет апта болсын. Осы апта, келесі апта шынында да бір өзіміздің ішімізде бір жаңадан бір туылуға, өмірімізді бір келесі бағыттарға өзгертуге қам жасайтын уақытымыз. Әрқайсымыздың жеке өмірімізде де және бүкіл әлемде де. Маған лайк басушылар, комментарий жазушылар, барлығыңызға рахметімді айтамын. Және қандай оқиғалар болып жатыр өміріңізде. Кері байланыс комментарийға жазсаңыздар болады. Және менің бір жылдық астропрогнозыма жазылыңыздар. Және өзіңіздің жүріп өтетін жолыңыз, кармаңыз, және балаларыңыздың өмірі, немесе ер, әйел, үйленетін, тұрмысқа шығатын адамдарыңыздың, қасыңыздағы адамдардың қандай адам екенін, өмір жолын, кармасын көрулеріңізге болады. Балаларыңыздың мамандығын таңдауға, өмір жолын көруге болады. Сау болыңыздар. Осы WhatsApp номері төменде көрсетіп қоямын, және профилімде осы. Онда да кіріп көрсеңіздер болады. Сонда заказ беруге болады. Дәл осылай видеомен алатын боласыздар. Мықты апта болсын.